Саламатсыздар ма оқушылар? Математикалық статистика элементтері тарауын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз баш жиынтық және таңдама. Негізінде нақты өлшеулерді немесе эксперименттерді жүргізу кезінде үлкен көлемді ақпараттар алынады. Мысалы, фирма қызметкерлерінің туған күні туралы мәліметтер, нақты қаладағы немесе аудандағы ұлттық бірыңғай тестілеу балының нәтижелері және тағы басқа. Практикада бұл қадамдарды іске асыру үшін арнайы компьютерлік бағдарламалардың бірі арқылы жүргізіледі. Мысалы, MATLAB, Microsoft Excel, статистика, тағы басқа. Енді осы тақырыпта кездесетін негізгі терминдерге тоқталып кететін болсақ, баш жиынтық дегеніміз зерттеуге жататын барлық нысандардың немесе бір нысанға бірдей жағдайларда жүргізілетін барлық бақылаулардың мүмкін болатын нәтижелерінің жиынтығы. Таңдама жиынтық немесе таңдау баш жиынтықтан кездейсоқ түрде іріктелген нысандар жиынтығы немесе нысанды бақылау нәтижелерінің жиынтығы. Таңдама көлемі таңдамадағы нысандар немесе бақылаулар саны. Таңдау мәндері деп кездейсоқ X шамасының бақыланатын мәндерін айтады. Біз бұрыннан білетіндей вариациялық қатар екі элементтен тұрады: жиілік және варианты. Таралу қатарында қабылданатын белгінің жекеленген мәнін варианты деп атайды. Жекеленген вариантының немесе вариациялық қатардың әр тобының саны жиілік деп аталады. Енді мынадай мысал қарастырайық. X1, X2, X3 және Xk қатары берілсін. Мұнда X1 вариантысы n1 рет, X2 вариантысы n2 рет, X3 вариантысы n3 рет кездеседі және тағы сол сияқты. Сонда n1 плюс n2 плюс n3 тағы сол сияқты nk тен n тендігі варианты көлемі болып табылады. ni мәні xi вариантысының жиілігі, ал n1-дің n-ге қатынасы салыстырмалы жиіліктің саны. Бұны кесте түрінде жазатын болсақ, варианты x1, x2, x3 тағы сол сияқты xk, ал варианты жиілігі n1, n2, n3 тағы сол сияқты nk. Осындай түрде береміз. Ал салыстырмалы жиілігі берілген вариантының кестесін қарастыратын болсақ, алдымен xi вариантысын енгіземіз. Ол x1, x2, x3 тағы сол сияқты xk-ға тең. Ары қарай салыстырмалы жиілігі ni-дің n-ға қатынасы. Мұнда i бірге тең болған кезде x1 вариантысы, оның салыстырмалы жиілігі n1-дің n-ге қатынасы. x2 вариантысы, оның салыстырмалы жиілігі n2-ның n-ге қатынасы. Және тағы сол сияқты. Берілген кесте салыстырмалы жиіліктің вариациялық қатары деп аталады. Координаталары топтастыру интервалдарының орташа мәндері мен осы интервалдардың салыстырмалы жиілігіне сәйкес нүктелерді қосатын сынық салыстырмалы жиіліктің полигоны деп аталады. Яғни, салыстырмалы жиіліктің полигонын координаталық жазықтықта салу үшін мынадай нүктелерді белгілейміз. Ол x1 n1-дің n-ге қатынасы, x2 n2-ның n-ге қатынасы, тағы сол сияқты xk nk-ның n-ге қатынасы. Осы нүктелерді белгілеп, кесінділермен қосамыз. Сонда салыстырмалы жиіліктің полигоны шығады. Мынадай мысал қарастырайық. Сандар қатары берілген болсын, таңдама көлемін, таңдама вариантларын табыңдар. Жиіліктің және салыстырмалы жиіліктің вариациялық қатарын құрастырыңдар. Жиілік полигонын салыңдар. Енді бұл жерде таңдама көлемін анықтау үшін берілген сандар қатарында қанша цифр бар, соны анықтаймыз. Яғни ол 20-ға тең. Сонда таңдама көлемі 20-ға тең. Берілген қатарда 4, 6, 8, 9 сандары кездеседі. Олар таңдама вариантлары болады. Енді жиіліктің вариациялық қатарын құрастырайық. Ол үшін бізге xi вариантысы және ni варианты жиілігі нен тұратын кесте құрастырамыз. Вариантлары 4, 6, 8, 9-ға тең. Сәйкесінше осы вариантлардың жиілігі 5, 2, 7, 6-ға тең. Ол қайдан шықты? Берілген қатарда
4 деген сан 5 рет кездеседі, 6 деген сан 2 рет кездеседі, 8 деген сан 7 рет кездеседі, және 9 деген сан 6 рет кездеседі. Сонда бұл варианты жиілігі болып саналады. Ары қарай салыстырмалы жиіліктің вариациялық қатарын құрастырайық. Вариантларын енгіземіз, яғни ол 4, 6, 8, 9-ға тең. n-дің n-ға қатынасы, яғни салыстырмалы жиілікті табу үшін біздер вариантының сәйкесінше жиілігін анықтаймыз. Мысалы 4-ті алатын болсақ, оның жиілігі 5-ке тең. Таңдама көлемі бізде 20-ға тең. 5-тің 20-ға қатынасын тапсақ, сонда бізде салыстырмалы жиілік шығады. Ол 0,25-ке тең. Сәйкесінше 6-ның жиілігі 2-ге тең. 2-ні таңдама көлеміне бөлеміз, яғни n-ға 20-ға. 2-ні 20-ға бөлсек 0,1-ге тең. Тағы 8 вариантысын қарастырайық. 8-ді. 8-дің варианты жиілігі 7-ге тең. 7-ні 20-ға бөлеміз, 0,35. Ары қарай 9-дің жиілігі 6 рет, 6-ның 20-ға бөлеміз, 0,3-ге тең. Енді ары қарай жиілік полигонын салатын болсақ, мына нүктелерді координаттық жазықтықта белгілейміз. Ол жиіліктің вариациялық қатарында көрсетілген. Яғни 4-те 5 осы нүктені аламыз. X-і 4-ке тең, Y-і 5-ке тең. Сол нүктені белгілейміз. 6-да 2, 8-де 7, 9-да 6 нүктелерді белгілеп, кесінділермен қосып шығамыз. Сонда пайда болған сынық жиілік полигоны болады.